өкінішке қарай қазіргі уақытта біздер TikTok-ты кәдімгідей жаулаудан алдымызға жан салмаймыз. Статистиканы қарап отырсаңыз, жалпы халық санына шаққан кезде әлемде TikTok-ты ең көп қолданушы халықтардың ішіндегі 10-қа біз кіреді екенбіз. Қазақстан 9-шы орын алады. Американың өзі 13-ші орын алады. Бұл дегеніміз, яғни бұл тенденция жақсылыққа алып бармайды жалпы. Әлеуметтік желіге құмарлық бұл ұлттың болашағына балта шабатын нәрселердің бірі. Сондықтан да қазіргі уақытта ертеңін ойлайтын мемлекет бұндай нәрселерге шектеу қойып тыйым салып жатыр. Мәселен, кешегі көрші қырғыз елі TikTok-қа тыйым салды. Жастарымыздан айырылып барамыз. Жастар тобылдық санаға, осындай мәңгүрттік санаға осы әлеуметтік желілер арқылы бара жатыр деп. TikTok-қа тыйым салған тек қана Қырғызстан емес, Үндістан, Иран, Ауғанстан, Солтүстік Корея. ақш-тың өзі былтырлары TikTok-та кәдімгідей конгрессте тергеп, тыңдау жүргізді. Мәселен, бас директорын шақырып, бұл тіпті Қытай компартиясының қару деген мәлімдеме жасады. Яғни, Қытайдың өзі мәселен өзінің еліне қауіпті болатын ешбір әлеуметтік желі сырттан кіргізбейді. WhatsApp жоқ, WeChat ашып алған, YouTube-тың өзінің баламасын ашып алған, барлығын контрольда ұстау үшін, реттеу үшін, яғни белгілі бір ескерту үшін. Бұлардың барлығы бізге де сабақ болуы тиіс. Себебі бұл ұлттың мемлекеттің тұтастығына қауіпті құралдардың бірі. Мәселен, кешегі Ресей мен Украинаның арасындағы соғыста да Ресей Мета компаниясының Facebook мен Instagram'ын экстремистік деген баппен тыйым салды емес пе мәселе? Экстремизм демек дінде ғана болмайды деген сөз. Яғни бұлардың барлығы жастарға сабақ болса екен дейміз. Яғни бүгінгі күні ең нағыз бүкіл өмірін тұлға болып қалыптасуына, кемелдікке басуына бүкіл күшін, қуатын сарп ету керек кезде басқа нәрсемен ойын шашыратса, ойын негізгі мақсатқа шоғырландыра алмаса, ұлтымыздың келешегі бұлыңғыр бола ма деген қауіп бар.